Видеоны 720p качествосына қойып көріңіздер, және де көрмей жатып сразу астына түсіп, лайктарыңызды басуды ұмытпаңыздар. Ал önce приятного просмотра. Йоу, бәріне сәлем достар. Бүгін бізде деген блогердің бір күндік өмірі, яғни влог. Достар, бізде деген влог шықпағанда өте көп болды. Қазір бізде түн, сағат 12:30 болып қалды. Үйде барлығы ұйықтап жатыр. Үшін деген солай. Енді мен кухняға келдім үшін. Кухняда мен деген қазір шөлде кеттім да, потом холодильниктен суық алуға, потом ішуге келдім. Вот, қараңыздар. Ютубердің холодильнигі қандай болатынын көрдіңіздер ма? В общем, сіздерді осыға қоя тұрайық. Оппана, достар, кухняда біздің Холли жүр. Қараңыздар, Холли. Привет де, привет. Кухняда Холли жүр екен. Так. В общем, достар, мен деген істедім. Соқ құя алдым, в общем, қазір ішетін боламыз кеттік. Достар, мінекей Холли. Холли мен мысығым. Аты Холли. Кішкентай мысық. В общем, мынау бізде деген огурцилар. В общем, огурцы қоймыз. В общем, ұмытқалмайтын сондай атамыз. Түсініп тұрсыздар деген сөзім. Мына жерде Холли деген кәдімгідей мяулай береді достар. Кішкентай болғасын. Мына жерде тағы да огурцилар, короче. Мына жерде Холли. В общем, достар, мынау деген ютубердің холодильнигі ғой, в общем деген. Что-то қарны ашып кеткен сияқты, не жейме? Қарны ашып кетті. Холли, не істеп? Достар, мына жерде мен деген кесеге сүт құямын деп оны төгіп алдым. Қараңыздар, сіздерге осындай жиза болса лайк басып кетіңіздер. Сосын мен деген сіздерге сүтті көрсетемін деп байқамай төгіп алдым. Ё-мойо. В общем, қайырлы таң, бәріне сәлем достар. Біз деген негізі ерте тұрдық, потом 11-де обед ішіп алдық. Қасында Айзеге привет де. Привет. Достар, сосын біз ерте тұрып 11-де 10-да обед іштік. Котик, это кусетик бар? Бар, әкелесің бе?
Я барах деп. Сосын есік жауып кетті. Айзеге мен қасында мультик көріп жатыр. Енді не істейтінімізді білмей жатырмын. Мен деген бір жағынан басқа видеоларымды монтаждай жатырмын. В общем, төсекте жатып. В общем, солай достар. Айзеге қазір котикті әкелейін ба дейді. Котикті ауылға кетті. Қазір сағат примерно 12:30 ба сондай достар. Мына жақта деген әже, в общем, күлпаш көріп жатыр, күлпаш. Негізі күлпашты мен де көрдім. Мінекей Айзеге котикті әкелді. Мінекей котик. Привет! Апаға сал. В общем, достар, Айзеге екеуміз мына жерде жаттық. Айзеге мультик көріп жатыр, соткасын, ал мен болсам, вот, сіздерге видео түсіріп жатырмын, влог түсіріп жатырмын. Влог ұнап жатса лайк басуды, арнаға подписаться етуді обязательно ұмытпайық. Мен деген 3-4 күннен кейін 2000 подписчикке жеткім келіп жүр, сондықтан да давайте кім подписаться етпеді, подписаться етіңдерге. Айтшы, Айзеге, арнаға тіркеліңдерге. Анаға бітер. Лайк басыңдар де. Лайк басыңдар. Очень солай достар. Енді қазір сіздерге түсінгенін түсіретін боламын. Қазір бізде дала деген, білмеймін қараңыздар. Уже дала деген жылы ма суық па білмеймін өзі. Әйтеуір бір ай қарасаң жылы, бір ай қарасаң суық болып тұрады үшін. Солай. Мына жақта Айзеге мультик көріп жатыр. Қандай мультик көріп жатыр Айзеге? Мындай Бианка. Бианка көріп жатыр. Сіздердің де қарындастарыңыз или как? Я қарындастарыңыз Бианка көре ма? Жазып комментарийға. В общем, сол жатырық біз деген. В общем, достар, тістен кездесетін боламыз. Тістен не істейін білмеймін. Жаттығу жасатacağım мүмкін, сол кезде кездесетін боламыз. Ал емесе тістенге дейін пауза кеттік. Ал сіздер болсаңыздар, оған дейін лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, біз деген далаға қармен ойнауға шықтық. Мен қасымда Айзеге. Привет. Привет. В общем, достар, біз деген қармен ойнауға далаға шықтық. Мінекей ойыншықтар. Айзегенің қолында да ойыншықтар бар. В общем, солай біз келе жатырмыз. Қайда қар? Мен мына жақта. Туға алдыңғы жерге барамыз осы. Өзіміздің далада жеріміз ақырын. Қазір камераны мына жаққа қойып қоямын, сіздер көріп отыратын боласыздар, ал неше кеттік. В общем, достар, мен деген, яғни Айзеге екеуміз даладан ойнап келдік. Әлгі видео түсірдік. Және де Айзеге магазинге кетіп қалды. Мен үйдемін, Free Fire ойнап сөйтіп жаттым. Негізі Free Fire'ды мен ойнамайтын едім.
Ну, енді іш пысқаннан кейін жазып алдым. Ну, оны 2 жылдай ойнағанмын, содан кейін тастап кеттім. Енді тастаған ай болған жоқ, бір 2 ай болды. Ол бля, 1-2 ай емес, думаю, 3-4 аптадай болды тастағанда, но қайтадан скачать етіп алдым. Сосын ұнап кетті. В общем, если что, маған сендердің запрос уақытыңызға комментарийдан өзімнің «Эй, проблема» деген мультимештерінің әнімен, рэпімен елде ашқан болатынмын. Менің Free Fire ID-ім описаниеде жазылып тұратын болады, в общем, солай. Ал ендеше, пока. Ойнайтын біздің әлі бір күніміз аяқталған жоқ, яғни қазір деген сағат 4:30 бар, сондай болып солай. В общем, достар, әзірге магазинге барып, екеумізге мороженое алыпты. Қазір мороженое жеп жатырмын. Ол қасқа кеуге кетті, в общем, мынаны былай жеу мүмкін емес. Бля. Короче, мүмкін емес былай жеу, сондықтан қасықпен жейтін боламыз. Но бүйтіп педал ғой. Ой, блин. Вот, осылай түсік. Осылай болсын деген біз. Мынандай ұзын, мынандай жеу жақсатын боламыз. Не жақсымыз, осылай жейтін боламыз. Мына жағын әзірге, мына жағын жейтін боламыз. Кеттік біз. Давай, бізде лайк басамыз. Я. Поставим лайк. Знаете такой, да? Да. Какой большой, да? Похож на такой. Ха! Теперь мы пустим большой на земле. Да, и поставь лайк. Да! Пока-пока, Ди. Пока-пока. Достар, осымен осы блогердің бір күндік өмірі деген влогымыз аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, арнаға подписаться етіңіздер. Осы видеоны класстастарыңызға таратыңыздар. Ал ендеше достар, біз қоштаспаймыз. Келесі кездескенше дейміз. Пока-пока, чао.